Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Имам Ибн Сир жасаған исламдық түс жору кітабы тылсым құбылыстарға сенетін жандар арасында кеңінен танымал. Ислам түс жору кітабы бойынша шаш қию неліктен түске кіреді? Егер қарапайым адам шаш қиса, оны керемет байлық күтеді. Бай адам шашын қиса, керісінше күйреу мен барын жоғалтуды білдіреді. Егер ұйықтап жатқан адам шашын қиып тастаса, жақын күндері оның қаржылық жағдайында өзгерістер болады. Адам түсінде терезенің алдында шаш қиған болса, алда ұзақ жол бар екенін білдіреді. Түс көруші түсінде бұрымын қиып, аяқ астына лақтырып тастаса, өзіне және оның отбасына дерт пен қиындықтар қаупінің бар екендігін білдіреді. Сәтсіз қиылған шаш жоспарлардың бұзылуы. Түсінде шаш қиғанын көрсе, қолмақта ақшаның келуі ықтимал. Тұрмысқа шықпаған қыз түсінде шашын қалай қиып жатқанын көрсе, болашақ жармен жолығады. Ер адам түсінде шашын, сақалын немесе мұртын алдырса, өмірінде қаржылық шығындар, күрделі мәселелер немесе жұмыстағы кішігірім келіспеушіліктер болатынын білдіреді. Сәтсіз қиылған шаш жоспарлардың бұзылуы. Айнаға қарап тұрып, шашыңызды қисаңыз, құнды дүние күтесіз. Шаш үлгісін өзгертіп жатсаңыз, жағымды жаңалықтар күтесіз. Ақ шашты қиып жатқан сәтті түске кірсе, әріптестермен түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Шашты қиып қайшыны немесе тарақты сындырып алу достарыңыздың сатқындық жасауы немесе олармен келіспеушілік болатынын білдіреді. Бір бұрымды қию адамның қатты жақсы көретін затын жоғалтуды білдіреді. Қалың әрі ұзын шашты қию дұрыс емес әрекеттер үшін жауап беру керектігін меңзейді. Ұқыпсыз қиылған шаш алаңдатарлық жаңалықтар мен қолайсыз өзгерістер болатынын хабардар етеді.